Сергей Миронович 1920-1930 жылдарындағы кеңес дәуіріндегі ең танымал мемлекет және партия қайраткерлерінің бірі. Сталиннің жақын серіктестігі. Киров тұлғасы өзінің харизмасы мен өмірбаянының жағдайының арқасында сол кездегі символдарына және Ленинградтың символдарының біріне айналды. Сергей Миронович Киров, шын аты жөні Костриков, 1886 жылы 27 наурызда Вятка губерниясының Ужум қаласында буржуазиялық отбасында дүниеге келген. Әкесі отбасын тастап кеткенде Сергей 4 жаста еді. Көп ұзамай баланың анасы Екатерина Кузьминична қайтыс болды. 8 жасар Сережа, 2 әпкесі Анна және Елизаветамен бірге немересін жетім балаларға арналған қайырымдылық үйіне орналастырылып, әжесі Милания Авдееваның қамқорлығында болды. Сергей 1901 жылы қалалық мектепті бітіргеннен кейін ұжымдық қайырымдылықтардың материалдық көмек алып, Қазан астарының студенттік және жұмысшы үйірмелеріне қатыса бастайды. Киров 1922 жылы Әзербайжанның большевиктер коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы лауазымында Кавказ социалистік федеративтік кеңес республикасының негізін қалаушылардың бірі болды. Сергей Миронович республикасының мұнай өнеркәсібін қалпына келтіру және қайта құруға басшылық етті. 1904 жылы оқуды бітіргеннен кейін Сергей Костриков Томскке көшіп, Томск технологиялық институтында дайындық курстарынан өтеді. Мұнда ол Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының мүшесі болып, жерасты баспаханада жұмыс істей бастайды. Ол үшін 1905, 1906, 1907 және 1911 жылдары тұтқындалады. Онда редакцияда өзінің болашақ азаматтық әйелі Мария Львовна Марковпен танысады. Сонымен бірге Кировке лақап атын береді. Ақпан төңкерісі кезінде Киров большевиктердің шағын тобына қатарында Владикавказ жұмысшы депутаттар кеңесінің құрамына кіреді. 1917 жылдан қазан айында ол Петроградта өткен екінші бүкіл ресейлік кеңестердің съезінде делегат болып сайланды. Нәтижесінде Ресей кеңес өкіметі жарияланды. Ресми кеңестік өмірбаянға сәйкес Кировтың 1917 жылға дейін саяси көзқарастары сенімді большевик-лениндік болды. Соңғы жылдарындағы зерттеулге бұл тұжырымға қарсы болып, Киров ұзақ уақыт бойы өзінің саяси қалауының платформасында таңдай алмай меньшевиктерді қолдады. Уақытша үкіметті қолдап және 1917 жылға қазан оқиғаларынан кейін ғана большевиктердің жағынан шықты. Азаматтық соғыста Киров Деникин мен Колчактың Ақ гвардия әскерлеріне қарсы Астрахань қорғанысын ұйымдастыруға қатысты. Ол кезде ол британдық әскерлер басып алған Бакуден Астраханға мұнай мен бензинді заңсыз тасымалдауды ұйымдастырды. Бір қатар дипломатиялық тапсырмаларды орындады және Әзербайжан мен Грузияда кеңес өкіметін орнатуға қатысты. 1926 жылы қаңтарда Киров орталық комитетінің солтүстік батыс бюросының бірінші хатшысы болып тағайындалды. 1926 жылы ақпанда ол Ленинград губерниялық комитетінің бірінші хатшысы болды. Киров кезінде Ленинград пен Ленинград облысына өнеркәсіптік және жергілікті отын энергетикалық база құрылды. Қала шаруашылығы қайта құрылды. 1934 жылдың 20 қыркүйегінде Киров Қарағандыға келеді. Бұл осындай деңгейде басшының біздің қалаға алғашқы келу болды. Ол өлкелік комитетінің хатшысы Мирзаянмен және облыстық комитетінің хатшысы Амосовпен бірге электр станциясын байыту фабрикасының А және Б алып шахталарының құрылысымен танысып, жұмыс істеп тұрған бір қатар шахталарды аралады. Сонымен қатар Карлаг астанасы Долинка кентінде орналасқан Сергей Мироновичтің клубы құрылысына алғашқы тасын салды. Кейін оны соның есімімен аталды. Клуб сахнада кейін Карлагтың тұтқындары мен лагерь қызметкерлерінің би және вокалдық ұжымдар, шекті және үйірмелік оркестрлер өнер көрсетті. 1934 жылы 1 желтоқсанда Киров Смольныйда атылды. Мәскеудегі Кремль қабырғасында Кировтың күлі салынған сауыты орнатылды.
Кировтың өлімі қоғамдық резонанс тудырды. 1934 жылы 1 желтоқсанда КСРО орталық атқару комитетінің президиумының хатшысы Энукидзенің қол қоюымен террористік актілерді дайындау немесе жасау жөніндегі істерді жүргізу тәртібі туралы қаулы жарияланды. Осы жұртқа сәйкес Киров қатысты жасаушылардың КСРО жауларының құрбаны болды. Қазіргі ресми нұсқа бойынша Кировтың өлімін жалғыз террорист Леонид Николаевич жеке ниетпен жасаған және саяси емес қылмыстық сипаты болған. Кеңес заманында Кировтың Ленинградтағы қызметі және оның тұлғасы большевизм идеалдары үшін қайтыс болған Ленин мен Сталиннің адал ізбасары ретінде мифологияланды. Киров есіммен қалалар, көшелер, кәсіпорындар, мекемелер мен ұжымдары аталды. Кеңес суретшілері, мүсіншілері, жазушылары, ақындар, кинорежиссерлер Кировты мәңгі еске алды. Сергей Миронович өз заманының адамы болған Ленинградты қиын, қатал және даулы дәуірінде басқарған.